Бұл батылдық пен мейірімділік туралы оқиға. Таңғы қала әлі ұйқыда. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Көшелер тыныш, адамдар өз істеріне асықпай дайындалуда. Бірақ бір жерде күнделікті тыныштықты бұзатын жағдай болатынын ешкім білмейді. Өрт сөндіру бекетінде бүгінгі кезек басталды. Өрт сөндірушілер әрдайым дайын. Себебі олардың жұмысы адамдардың өмірін қорғау. Біздің кейіпкеріміз жас, батыл әрі жүрегі мейірімге толы өрт сөндіруші. Кенеттен дабыл қағылды. Бір сәтте бәрі қозғалысқа түсті. Арнайы киімдер киіліп, техника тексеріліп, өрт сөндіру көлігі жолға шықты. Сирена үні қала көшелерін жаңғыртты. Көп қабатты үйден түтін шығып жатыр екен. Өрт сөндірушілер уақытты жоғалтпай іске кірісті. Бірі шланг дайындаса, бірі ғимаратқа кірді. Жалын қауіпті еді. Бірақ батырлар қорықпайды. Үй ішінде кішкентай бала қалып қойған. Басты кейіпкеріміз түтін арасымен алға жылжыды. Әр қадам жауапкершілік. Әр секунд маңызды. Ақыры ол баланы тауып алды. Қорықпа, бәрі жақсы болады дегендей сенімді көзқарас. Өрт сөндіруші баланы қауіпсіз жерге алып шықты. Сыртта ата-анасы уайымдап күтіп тұрған еді. Қуаныш пен алғысқа толы сәт. Ал бұл кезде қалған топ жалынды толық сөндірді. Қауіп артта қалды. Қала қайтадан тыныштыққа бөленді. Адамдар батырларға алғыс айтты. Бірақ нағыз батырлар әрдайым қарапайым. Олар өз жұмыстарын ғана атқарады. Өрт сөндірушілер біздің қауіпсіздігіміздің сақшылары. Батыл жүрек, тез шешім, үлкен жауапкершілік. Есіңізде болсын. Отпен ойнау қауіпті. Қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды. Ал батырлар әрдайым қасымызда.